қалайсыңдар? Бүгін 59-шы күн. Бәрі жатып қалды, сол үшін как подкаст ретінде болады, потому что жарық жоқ. Қараңдар, бүгінгі ой мана тыңдап отырмын, қарап отырмын, оқып отырмын. Негізінде больницаға жатып қалғаным менің білім жағынан, оқу жағынан, үйрену жағынан слишком қатты болып бара жатыр, потому что слишком деген жоқ қой енді. Көп оқып қойдым деген нәрсе жоқ. Но как прогресс ретінде, как пауза ретінде мен білім алып көп нәрселерді, көп қателерді түсініп жатырмын да. И біреуін айтатын болсам, мынандай да, егер айтады Алла қай кезде именно табыс жағынан, қай кезде сені арттырады, именно материалды жақтан. Когда сен біріншісі амал етесің, амал жасайсың, яғни әрекет етесің да, іс-әрекеттер жасайсың, амал жасайсың. Екіншісі, бірақ мына екеуі бірге жүру керек седа. Я біреу емес, екеуі бірге жүру керек. Біріншісі амал жасау, әрекет жасау. Екіншісі, не деп ойлайсыңдар? Екіншісі тәуекел ету, рискқа бару. Сен рискқа бару деген нәрсе, яғни сен риск алсаң, сен тәуекел етесің да, сен Аллаға тапсырасың. Допустим, сен депозитінде 20 миллион теңге тұрма, сен оған сеніп қалсаң, сен ойлайсың, что саған Алла тек қана 20 миллион теңге береді да, сен порог соған сеніп қалып жүре бересің. Да, сен тәуекел ете алмайсың. И, допустим, ақшаң түседі, сен депозитке салып қоясың деген сияқты ғой. Бұл жерде ол дұрыс негізі, бірақ бұл жерде сен тек соған сеніп қалмау керексің. Сен оны құртқан кезде, депозитін алып құртатқан кезде сенде іште үрей болмау керек. Сен оған сеніп қалмау керексің. Сен ол ақша жоқ болса да, әр адамда өзінің андай болады, финансовый потолок, кризисный потолок болады. Когда, допустим, сенде 5 мың теңге каспида қалып қойса, саған 5 мың теңге уже ақша емес сияқты да, ақшаң как будто жоқ сияқты болып тұрады уже. И беру керек 15 мың сондай сияқты, 15 мың төмен түсіп кетсе сондай. И әркімнің потологы әртүрлі. Бір сумма каспида тұрса, даже кейбір 1000 теңгеден дальше болса, уже уже құрта бересің, пофиг, уже ақшаң как будто жоқ сияқты, пофиг, уже менсінбей қаласың. Ал 50 мың тұрса, 50 мың ұстап отырасың кәдімгідей, құртпа деген сияқты ше. Когда сен 30-дан түсіп кетсе, егер сен порогың 30 болса, 30-тан кейін сенің уже ақша емес сияқты болып көрінеді. Енді қара, сен сол нәрсені алып тастау керексің да, сен не істеу керексің, сен тәуекел ету керексің, яғни сен ол ақшаға сеніп қалмау керексің. Сен өзіңді жасанды дискомфортқа кіргізу керексің. Сен жұмыс жасай беру керексің. Яғни сен сол ақшаға сеніп қалмау керексің. Потому что сен егер тәуекел етіп сол ақшаны құрта берсең, значит, сен Аллаға сеніп жатсың, что Алла сенің табысын одан да арттырады. Сен оған сеніп тұрсың, яғни тәуекел етіп тұрсың. Бүгінгі айтатын нәрсе осы 59-шы күннің қазір медсестраға келіп ұрсуы мүмкін. Бүгінгі айтатын нәрсе маған мощница айтып болған сол нәрсе. Просто тәуекел ету керек. Тәуекел еткен кезде сен табысыңды жинап жүрген депозитіңнен ақшаны 3 есе 4 есе арттыра аласың да. Саған просто Құдай саған тек қана 20 миллион теңге береді деген сияқты сенім болып қалады да. Маған сол Құдай маған тек қана бере алады деген сияқты сенім болып қалады. А по идее ты достоин большего. Сол үшін тәуекел етіңдер, жасай беріңдер, бар ақшаларға сеніп қалмаңдар. И өздеріңді жасанды, яғни сенде ақшаға аштық бол, ақша емес енді, сен жасанды дискомфорт болу керексің. Бүгінгі айтатын нәрсе осы. Подкаст форматы қалай болды? Негізі осылай микрофон берсем деп ойлағам. Давайте.